Құрметті оқырмандар, барлықтарыңызға қайырлы күн, қалдарыңызға амансыздар ма? Жалпы менің айтайын дегенім, қазір қоғамда түсінік бар, ерте тұрған адам жетістікке жетеді, бір успешный болады, сондай бар ғой енді қоғамда. Соны мен осы күнге дейін ойламадым, бірақ қазір енді ойлана келе қарап отырмын, не себепті сондай болып жатыр деп. Оның бір себебі таңертең ерте тұрған адамның алдына қойған мақсатқа жету үшін жұмысқа дейін ойланатын, сол мақсатқа жету үшін іс-шараларды бір талқылап, бір жоспарлайтын өзінің уақыты болады екен да. Сол ойланасың алдына. Не қойды, қалай жетемін, не істеу керек болады деп, сондай бір тапсырмаларды жолын ашасыз. Ал кеш тұрсаңыз, әрқашан уақытыңыз болмайды. Әрқашан асығып жүресіз. Одан кейін кеш тұрғаннан кейін, таңертең кешке дейін бір нәрсені кеш бастағаннан кейін, келесі нәрсе кеш басталады. Сонымен бәрі кеш бітеді. Үйге шаршап келесіз, ол кешке қаратай адам шаршағаннан кейін оның бір алдына қойған мақсат ойлайтын уақыт болмайды. Сол үшін мен өзім ойлаймын, осы бірден бір себебі, таңертең ерте тұрудың бірден бір себебі, ол ерте тұрып, адамға жаңадан идея, мотивация пайда болады. Ерте ойлайсыздар. Сол өзіңіздің шеше алмай жүрген сұрақтарыңыздың жауабын табасыздар. Ол солай. Жалпы енді өздеріңіз білсеңіздер, Қытай, Жапон елдеріңізде адамдар таңертең 5-тен 5:30-нан тұрады. Бәрі шал кемпірі бар, жастары бар, таңертең 1-2 сағат спортпен айналысады. Олардың бізге қарағанда өмір сүру жастары ұзақ. Сосын қарап отырсаңыздар, ол елдер дамып кеткен. Себебі деген ерте тұрады, жұмысқа кіріседі, жаңа идея, мотивация тұнып тұр, бәрі энергия, таңертең күшті. Сонымен суббота, воскресенье олар деген маңдай бәрі шығып көшеде спортпен айналысып жүреді. Жейтіндері шөп, шалаң, біз сияқты майлы тамақ жеп, суббота, воскресенье тойдан тойға қыдырып жүрмейді. Сол себепті ол елдер дамып кеткен. Ал біз болсақ, бүгін мысалы таңертең жүгіруге шықтым. Бір 5-6 адам ғана таңертең жүр серуендеп, сағат 7 кезінде. Сосын ертең айтады, ана жерім ауырып жатыр, мына жерім ауырады, анау күнәлі деп. Күнәнің бәрі өзімізден. Себебі деген біз денсаулығымызға дұрыс қарамаймыз.